қалыптасуына, дамуына қандай үлес қоса алады? Енді Ол айтпаса да түсінікті дегенмен де. Сұрақтың несін жауабын мен жандандырып жіберсем. Мысалы, енді жаңағы осы әндеріміз арқылы, жырларымыз арқылы, осы ұрпақ тәрбиесіне бір өзіндік үлес қосып, сол әндеріміз, жырларымыз арқылы тыңдарман, я болмаса жаңағы осы өсіп келе жатқан жеткіншектеріміз рухани азық алып жатса, менің бір қазақ радиосында өнерім өмірім атты бағдарламада айтқаным болатын. Өмірімнің бос өтпеген деп, сол жас ұрпақ сол тәлім тәрбие алып жатса, ата-ананы құрметтеуге, отан сүюге үндеп жатса әндеріміз, жырларымыз. Осы жерде мен жалғағым келіп тұр. Динара, мен сізге сұрақ қойған кезде кішкене қысылып қалған секілдісіз. Мына Таңшолпанның өзіңізге құйған ыстық шайынан алып отырыңыз. Таңшолпанда тек қана жақсылар қосылады. Таңшолпанда айта алмаймыз, біреу кеп тосылады. Мына шайды ішсеңіз, көңіліңіз ашылады. Ашылып, бізбен бірге сұхбатты жалғастыратын боласыз. Ұрттап отырыңыз. Сұрағымызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі таңда мектеп жасындағы және балабақшада жүрген оқушыларға, бүлдіршіндерге арналған патриоттық әндер көп пе? Енді Аллаға шүкір, мен өзі осы тәуелсіздік алған жылы 1991 жылы осы еңбек жолымды бастап, қазіргі таңда тәуелсіздікпен бірге тура менің еңбек жолыма тура 25 жыл толып отыр қазіргі таңда. Енді өзім ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп, сол мектеп қабырғасында еңбек жолын бастап, қазіргі таңда осы Астана қаласының нөмір 70 мектеп лицейінде еңбек етудемін. Осы шәкірттермен ұрпақ тәрбиесіне бір өзіндік бір өзімізше бір үлес қосып жатырмыз енді. Қазір балабақшаларда әндеріміз мысалы орындалып жатыр. Өткен жыл осы тура осы әнмен бейбіт өмір болсын әлемде әнімен сөзін мәтін Гүлайым Жүнісқызы Жотаева жазған. Ол кісі де ақын композитор өзі Өркен балабақшасында сол жерде зейнеткерлікке шығып, сол жерде қызмет істеп жүр әлі. Сол Гүлайым Жүнісқызы жаңағы балаларды балабақшаның балаларын дайындап, ақ көгершін байқауының тура осы әнмен бірінші орын алған халықаралық байқауда. Құтты болсын дейміз. Тағы сол сияқты жаңағы көптеген ақын аға апаларымызбен бірлесіп жұмыс жасап келеміз. Мысалы, Серік Тұрғынбекұлы бастаған ақындар легі. Серік Тұрғынбекұлы, Ерғожа Тілепбердиев, Гүлайым Жүнісқызы, Мұқият Қойшыбайұлы, Еркебұлан Андамас, Алматыдан Әсел Оспан, сосын Бақытгүл Бабаш, тағы көптеген ақындарымызбен осы бірлесіп шығармашылықта осында байланыс жұмыс жасап келеміз. Соның ішінде жаңағы бәрі сен үшін жас ұрпақ, атамекен деген сияқты жаңағы мысалы балаларымызға елім, жерім менің деген осы ұрпақ тәрбиесіне сол жастарымызға осы арналған әндеріміз. Тәрбие тал бесіктен деп жатамыз, мектеп табалдырығынан басталады, сондықтан оның ішінде патриоттық тәрбие. Сондықтан өте орынды деп. Сосын тағы бір айта кететін, Алматыда өскен республикалық байқауда менің Бауыржан Момышына арнау деген әнім республикадан орын алып келіп, одан кейін осы Астана қаласында авторлық әндер байқауы өткен. Сол жерде топ жарып, бас жүлде алып, тура осы Таңшолпан бағдарламасына келіп, әнімді орындап кеткен болатын шәкіртім. Жамбыл, Әлекбай Жамбыл деген. Осындай жағымды жаңалықтармен келесі әдетте. Байқауымша Алла Қанат мырзаның әндері қай байқауға қатыспасын, барлық жерде жеңімпаз болатын секілді әншілердің құлақтарына алтын сырға дейміз. Қанат мырзамен тығыз байланыста болыңыздар. Қандай байқау болса да, бұл кісінің әні жеңіске сіздерді жетелейтіні анық. Ал Динар, енді өзіңізге тағы да сұрақ қояйын. Ұйқымыз ашылды ғой. Көңіл күй жақсы ғой. Шайдан алып отырыңыз. Сахнада жүргеніңізге қанша жыл болды? Мен енді өзім негізі 5 жасынан ән айтам. Әйтеуір есімде әріп танымасам да, анам өзіме өлеңнің сөздерін жаттатқызып, сахнаға енді кішкентай жастан шығарып өзі жетелеген. Ал Астанада жүргеніме осы 2017-те 10 жыл болады. Сол тойларда ән айтам, концерттерде шағын, қазір енді аяқ басып келе жатырмын ғой. Сол әрі студент оқып жатыр. Ән айту деген қазағыма қалып біз, армандарға, биіктерге алып ұш, барлық адамның жүрегінде болады ғой махаббат, болады ғой сағыныш деген ақындарымыз. Осы ретте өзіңіздің тамаша әніңіз бар, тамаша туындыңыз бар, сағыныш деген. Бірін-бірі сағынып отырған көрермендеріміз болса, алыстағы ағайынын және сүйген жанын сағынған жандар болса, осы ән Таңшолпан студиясында шырқалады. Олай болса ән сұрайық сіздерден. Ал сахна сіздікі, көрерменмен байланыстасыз, жүректен жүрекке шығатын ән болсын. Ал біз тыңдайық.
қалқамау сен түстің, күн көзі ұяға батқанда. Кетпедің көріктім көңілден, іздедім түндерден көз ілмей, моншақтай мойнымнан түспеді, сағыныш күндерім тізілген. Кетпедің көріктім көңілден, іздедім түндерден көз ілмей, моншақтай мойнымнан түспеді, сағыныш күндерім тізілген. Шаттанып ақтаңым атқанда, көктем кеп гүл бағын ашқанда, тағы да есіме сен түстің, мақпал түн күн көзін жапқанда. Кетпедің көріктім көңілден, іздедім түндерден көз ілмей, моншақтай мойнымнан түспеді, сағыныш күндерім тізілген. Кетпедің көріктім көңілден, іздедім түндерден көз ілмей, моншақтай мойнымнан түспеді, сағыныш күндерім тізілген. Кетпедің көріктім көңілден, іздедім түндерден көз ілмей, моншақтай мойнымнан түспеді, сағыныш күндерім тізілген. Кетпедің көріктім көңілден, іздедім түндерден көз ілмей, моншақтай мойнымнан түспеді, сағыныш күндерім тізілген. Моншақтай мойнымнан түспеді, сағыныш күндерім тізілген. Рахмет, өте тамаша Динара, ән. жайғасыңыз. Шығармашылық табыс тілейміз сіздерге, тек қана Керемет тарту болды, жеңістен, таңертең. биіктерден көріне беріңіздер. Және де осында бізде марапаттарыңыз бар. Қысқа нұсқа айтып кетсеңіз, міндетті түрде. Мына сертификат Қазақстан тәуелсіздігінің, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған балалар және жасөспірімдер арасында өткен шатты қалалық ән байқау. Ол жерде жаңағы кілең сайдың тасындай деген сияқты жаңағы шыңдалған сондай өнер иелері қатысып жарысып өтті. Талант Арынғалидің сөзіне жазылған Арман Бексұлтанның әні алтын жүлдеге ие болса, алтын медаль алса, менің әнім Серік Тұрғынбектің сөзіне жазылған Торғай менің өлкем деп кім өз өлкесімен мақтанбайды. Жалпы былай қазақ біздің еліміз, жеріміз болғанмен соның ішінде бөліп жаңа өлкеміз, туған жерімізді мақтауға сол туған жеріме арналған әнім Торғай менің өлкем деп. Көріп отырмыз, мына жерде бір емес бірнеше марапат қағаздары. Бұл шәкіртіңіздің яғни. Бұл шәкіртімнің жүлдесі тәуелсіздіктің осы 25 жылдығына арналған осы авторлық шығармалар білім басқармасымен бірлесіп өткізілген қорғаныс министрлігі авторлық шығармалар байқауы өтті. Сол жерде Жақсылық Ерхан деген 7-ші мектептің оқушысы, өзім шәкіртім, 2-ші орын алды. Мың алғыс, қашанда биіктен көріне беріңіздер деп тағы да айтқымыз келеді. Шығармашылық табыс тілейміз. Еліміз үшін еңбек етуден талмаңыздар.